Нейтрон Динайдың алғашқы онлайн концертінде өзінің жеке туындысымен бөліскен еді. Ол трек «Абай бол» деген сөз тіркесінің айналасында құрылған. Панчлайн деп айтуға болады, кішігірім. Ол менде осы 2 жыл бұрын миымда жүрді, концепция ретінде. Мен басқа да бір демкаларға қосып жүрдім. И кейіннен осы трекке келген кезде әдемі жатты өлеңге. Осылайша рэпер тректі Ерболат мырзаға және топтағы жігіттерге көрсетеді. Олардың қолдауынан кейін өзінің өмірі баяндалған ән дүниеге келген. Менің ойымша, тректің өзі менің көруім бойынша қарапайым бала осыдан 2-3 жыл бұрын Алтын Ордада жүрді, жұмыс істеп, мамасына көмектесіп, көгілдір экраннан басқа жаңағыдай әншілерді, жұлдыздарды көріп, менде сондай бола аламын ба деген оймен. И сол жол туралы. Районның заңдарымен өскен Айбек басында тіпті шаш бояуға қарсы болады дегенмен. Уақыт өте келе, уақыт өтті. Көп затқа көзқарастар ақырында өзгере бастаған сайын, неге көрмеске деген сияқты. Одан жері айналып тоқтап қалмайды ғой деген сияқты ой болды да, сосын шашымды боядым. Нейтронның ойынша нәтижесінде қарапайым мотивациялық трек шығады, сол үшін ерекшелікті музыка жағынан қосқан. Естеріңізге сала кетейік, концертте Рейди жеке әнін ұсынған еді, бірақ тректің қашан шығатыны әзірге белгісіз. Не болса да жігіттер үшін топ 1-ші орында.